Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сізбенен сіз білген, сіз күткен Мейрамбек Жарман канал. Илон Маск, әлемнің ең алғашқы ақылсы, ең алғашқы байы, өнертапқыш Илон Маск Tesla және SpaceX фирмасының бастығы ат әлемге әйгілі BBC-ге берген сұхбатында Twitter'де иелену өте ауыр болғанын айтқан. Өздеріңіз білесіздер, Маск мырза қазан айында Twitter'ді 44 миллиард долларға сатып алған. Twitter'дің штабында тікелей эфирге шыққан сұхбатта Twitter'ді сатып алғаныңызға өкінбейсіз бе деген сұраққа әлемнің ең ақылдысы, ең алғашқы бай адамы былай деп жауап берді. Ауыр деңгейі өте жоғары болды. Бұл ешқандай мерекелік кеш емес деп жауап берді. Сондай-ақ Twitter'ді сатып алғаннан кейін 8000 адамнан 1500 адамға дейін қысқартудың оңай болмағанын. Ол барлығын жеке жұмыстан шығармаған мойындап, мұнша көп адаммен бетпе-бет сөйлесу мүмкін емес екенін айтқан. Ол сондай-ақ мультимиллиардер, кәсіпкер дұрыс адам келсе компанияны сататынын айтқан. Достар, видео ұнаса лайк басыңыздар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін подписация және жанында қоңырау басып арнаға тіркеліп алыңыздар. Сол кезде біз салған видео, біз салған уақытта сіздің экраныңызға жетіп баратын болады. Сау болыңыздар достар.